ата-ана мен мектеп арасындағы ынтымақтастықтың озық тәжірибелерін дамыту мақсатында ұйымдастырылған 2019-2020 оқу жылындағы ең үздік ата-аналар комитеті байқау марафонын атап өтсек болады. Осылай жаңа жыл идеяны бастама еткен мектеп басшысы Абзал Амантайұлын құрмет қошеметтеп құттықтау және марапаттау рәсімін кезек береміз. Сахна төріне шақырамыз. Бүгін біз номер 60 жалпы білім беретін орта мектептің мәжіліс залында тәуелсіздік күні қарсаңында кездесіп отырмыз. Білім беретін орта мектеп сертификат су диспенсері 2019-2020 оқу жылының ең үздік ата-аналар комитет байқау марафонында ең еңбекқор ата-ана комитет номинациясына ие болған. Екінші Р сынып ата-аналар комитеті марапатталады. Жетістіктерімен, алған сәттіліктерімен құттықтаймын. Осындай тың идеяларды алға қойған нақты керемет тамаша біздің мектебімізде ең алғашқы рет ұйымдастырылып отыр. Және оған бастама болған біздің басшымыз, мектеп басшысы, яғни Абзал Амантайұлына үлкен осындай тың идеяларменен, тың жаңа да әлде көптеген жақсы бастамаларды іске алатынына сенімім мол. Сізге толағай табыстар тілейміз. 2019-2020 жылғы оқу жылының ең үздік ата-аналар комитеті байқау марафонында 3-ші орынды жеңіп алған 1-ші Л сынып ата-аналар комитеті марапатталады. Мінекей бүгін бір жақсы тәуелсіздігіміздің қарсаңында үлкен шара. Әрине бұрын зал толып отыратын еді. Ол өте қуаныш еді. Мынау қазір жағдайға байланысты көріп отырсыз. Сирек те болса керек ірі еңбек етіп жатқан, көзге көрініп жатқан ата-аналар мен ұстаздар. Бүгінгі мынау марапат алып жатқан және сол шараға қатынасқан баршаңызды еңбектерің үшін рахмет. Ата-аналар комитеті байқау марафонында 1-ші орынды жеңіп алған. Бас жүлде иеленген 3-ші Ә сынып оқушылар ата-аналар комитеті. Бас жүлде. Тәуелсіздік қасиетім құнарым, тәуелсіздік жарқыраған шынарым, тәуелсіздік бар бақыттың бастауы, тәуелсіздік ұлтым менен ұраным. Олай болса, бұл күн ұрпақтардың ұлы арманы орындалған ордалы той, мерейлі де мәртебелі мереке. Халқымыз тәуелсіздіктің мызғымас тұғырын бекітіп, мәңгілік ел болуға бет бұрды. Сол себепті тәуелсіздік күні баршамызға құтты